Қайнатпа сорпа. Сәлем достар, бүгінгі видеода қайнатпа сорпа тағамын дайындайтын боламыз. Тағамды дайындау үшін бізге көкөністер және сүйекті майлы ет қажет. Етімізді ең әуелі мұздай суға жуып тазартып аламыз. Кастрюлемізге суды құйып, етті салып, орташа отта бір қалыпты қайнататын боламыз. Қайнап шыққан соң көбігін міндетті түрде сүзекімен сүзіп аламыз. Сорпа дайындау өте оңай, тез, дегенмен де сорпаның адамның ағзасына келтірер пайдасы өте зор. Сорпаны әртүрлі еттен жасауға болады. Қойдың еті, сиырдың еті, жылқының еті, өздеріңіздің қалауларыңызша тауықтың еті және балықтан жасасаңыздар болады. Қайнап тұрған сорпамызға көкөністерімізді салып және үздіксіз бір қалыпты қайнататын боламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сорпаға ет және көкөністердің маңызды нәрі бөлініп шығады. Сорпаның адам ағзасына тигізер пайдасы: асқазан ішек жолдарына, жүрек қан тамырларына пайдалы. Сорпаны дайындау барысында қатты қайнап кетпеуін қадағалау керек және сорпа бір қалыпты 1,5 сағатта қайнап дайын болады. Артық салмақтан арылу үшін диетологтар сорпа тағамын тұтынуға кеңес береді. Сорпаны ота жасалғаннан кейін жас босанған әйелдерге және тұмауратып ауырған кезде тұтынуға кеңес беріледі. Достар, бүгінгі сорпа тағамымыз дайын. Дастарханға ұсынуға болады. Сіздермен болған қарлығаш. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді. Сорпамыз дайын. Ас болсын.